Бибосыновдың Олимпиадаға іріктеу турнирі нокаутпен аяқталды. 51 келіде өнер көрсететін қазақстандық боксшы Сәкен Бибосынов босты Артсиоцодағы Олимпиадаға іріктеу турнирін сәтті бастады. Бірінші айқасында Сәкен гонконгтық Канет Дамчунды 3-ші раундта нокаутқа түсіп, осылайша кездесу техникалық сұлатумен жерлесіміздің пайдасына шешілді. Бұған дейін 2 нокдаун орын алған болатын. Осылайша Сәкен Бибосынов турнирдің келесі бөліміне өтті. 51 келі салмақта Париждегі Олимпиада ойындарына жолдама алу үшін жартылай финалға шығу керек. Еске сала кетейік, Бибосынов Токиода өткен 2020 жылғы Олимпиаданың қола жүлдегері және 2021 жылғы әлем чемпионы. Екінші айналымда Сәкен кениялық былғары қолғап шебері Каранджи Давид Мачаремен кездесетін болады. Ол бұл турнирде алғаш рет өнер көрсетпек. Олимпиадаға іріктеу 3-11 наурыз аралығында өтеді. Бұл жерде ерлер арасында 28, әйелдер арасында 21 лицензия ойнатылмақ. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.